Құрметті ұстаздар, оқу-ағарту министрі Ғани Бектайұлы Бейсенбаевтың Абай ТВ арнасына берген сара сөз сұхбатын көрген боларсыздар. Егер көрмесеңіздер, сол сұхбат жайлы қысқаша түрде баяндап өтейін. Осыдан бір жыл бұрын Абай арнасының сара сөз бағдарламасына Ғани Бейсенбаев мырза сұхбат берген болатын. Ол кезде Ғани Бектайұлы Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық ғылым академиясының президенті қызметін атқаратын. Сол сұхбатта жүргізуші Назира Бердалының қойған сұрақтарына Ғани Бейсенбаев өте ұтымды жауап берді. Бүгін сіздерге сол сұхбаттан үзінді оқимын. Жүргізуші Назира Бердалы мынадай сұрақ қояды. Мектепте баланы мұғалім тәрбиелейді, ал мұғалімдерді кім тәрбиелейді? Бұл сұраққа Ғани Бектайұлы өте жақсы жауап береді. Қазіргі заманның мұғалімі біріншіден IT саласынан өте мықты қабілетті болуы керек. Компьютердің құлағында ойнау керек. Сонда мұғалім компьютерді қосып берші деп оқушыға мұқтаж болмайды. Керісінше, компьютердің тілін керемет түсінетін мұғалімге оқушы мұқтаж болатыны сөзсіз дейді. Екіншіден, мұғалім көп тіл білу керек. Кезінде Ғани Бейсенбаев өзінің қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен сабақ берген кезде өзге ұлт өкілдерін қазақ тіліне қызықтырудың әдістерін де атап өтеді. Егер қазақ тілін меңгеріп алатын болса, басқа да түркі тілдерін оңай меңгеретіндігіне оқушылардың көзін жеткізеді. Сондықтан да ең болмағанда мұғалім 3 тілді меңгеруі керек екен. Одан кейін мұғалімнің үшінші қасиеті алдында отырған балаға тек білім беріп қана қоймай, оның көңіл күйін, жан дүниесін түсіне алатын қабілетіміз болуы керек екен. Яғни, сіз балаға білім беріп қана қоймай, оның қандай күйде отырғанын білуіңіз керек. Сонда ғана сіздің берген біліміңіз балаға әп-сәтте дарып, бойына сіңіп кетеді. Білімді 15 минутта да беруге болады, 15 сағатта да бере алмайтын кездер болады. Ол неге байланысты? Ол сізге қарама-қарсы отырған адамның көңіл күйіне байланысты. Сондықтан да әр пән мұғалімінің психологиядан хабары болуы керек. Бұл 21 ғасырдағы мұғалімнің моделі деп атап көрсетеді Ғани Бектайұлы. Және осыдан кейін Абай туралы, Абайдың сөзі туралы өте тұшымды жауап айтады. Ары қарай құлақ тұрыңыз. Абайдың кез келген өлең жолын алып, адам тәрбиелеудің, тұлға қалыптастырудың моделі ретінде қолдануға болады. Мәселен, толық адам концепциясы. Адам деген атқа толықтай лайық болу үшін ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек керек. Оны заманауи тілде айтсақ, ыстық қайрат дегеніміз энергия. Адамда толассыз энергия болу керек. Тіпті сіз 24 сағат жұмыс істесеңіз де, көзіңіздің оты сөнбей, жарқырап тұруы керек. Ол үшін міндетті түрде нұрлы ақыл керек. Яғни, заманауи тілмен айтқанда, позитивное мышление, жақсы ойлау. Адам қандай қиын жағдай болса да, жақсы ойлайтын болса, онда оның энергиясы толастамайды. Бізді шаршататын не? Бізді шаршататын жаман ойлар. Ал жылы жүрек дегеніміз мейірім, кешірімділік. Адам неғұрлым кез келген қателікті кешіре алатын болса, сізді қаншама ренжітсе де, сіз кешіре білсеңіз, онда сізде ешқандай да жаман ойлар болмайды. Жаман ой болмаса, толассыз энергия болады. Бұның бәрі қазіргі ұстазға өте қажетті, білуге маңызды дүниелер. Ақыл, кеңестер деп атап өтеді Ғани Бектайұлы. Жүргізуші Назира Бердалының келесі сұрағы былай болды. Академияда бір институт, 6 орталық, 12 зертхана ашылыпты. Бәрі де өзекті мәселелерге бағытталған. Соның ішінде психология, тәрбие, тұлғаны дамыту бағытына тоқталсақ. Ата-ана ретінде былай айтсам, маған баламның ғалым, білімді, Нобель сыйлығын алғаны маңызды емес. Оның адам болғаны, тұлға болып қалыптасқаны, жалпы психикасы орнықты бала болғанын қалаймын. Осылай деп ата-ана ретінде айтсам, бүгінде осы мәселе маңызды болып отырған сияқты. Бұл ретте қандай істер атқарылып жатыр? Бұл сұраққа Ғани Бектайұлы былай деп жауап берді. Осы күнге дейін академияда жалпы елімізде психология орталығы болған жоқ. Психологияға мән берілген жоқ. Менің ең бірінші қолға алған нәрсем осы психология болды. Соңғы кездері осы психологияның қажеттілігін көп байқап жүрміз, әсіресе жағымсыз оқиғалар орын алған кезде. Біз бала тәрбиесінде ұлттық құндылықтарды қолға алуымыз керек. Осы ұлттық құндылықтар деген не? Ғалымдар соны зерттеу үстінде. Бұрын қалай байқамағанымызды қайдам, Шәкәрім атамыз өте керемет айтыпты. Қазақтың туа бітті құндылығы бар, ол 3: ар-ождан, ұят, намыс. Енді қараңыз, бүгінде қоғамда болып жатқан келеңсіз жайттар осы 3 құндылықтың төмендеуінен болып жатқан жоқ па?
деген сұрақ туады. Ар ожданы бар адам жемқорлыққа бара ма? Біреудің ала жібін аттай ма? Ұяты болса зорлық зомбылық жасай ма? Намысты болса білімді болуға ұмтылмай ма? Мықты отбасы, мықты ел, азамат болуға ұмтылмай ма? Табысты, бай болуға, ерінбей еңбек етуге талпынбай ма? Осы үш қасиеті бар адам патриот, мейірімді, адамгершілігі бар адам болады. Егер үш қасиеті болмаса, оны 10 жерден шақырсаңыз да патриот болмайды, адал болмайды. Елін, жерін, ата-анасын сүюге, сыйлауға осы үш қасиет бастап тұрады. Осындай дүниелердің бәрі біздің оқулықтарда, оқу бағдарламаларында тәрбиенің негізгі тізгіні ретінде қарастырылу керек. Бүгінде академияда ғалымдардың зерделеп жатқан жаңалықтарының бірі осы, дейді жүргізуші. Ар ұят деген нәрсе бала бойында 5 жасқа дейін қалыптасады дегенді естіген едім. Мектеп кештеу болып қалмай ма? Деп сұрақ қойды. Ғани Бейсенбаев оған былай деп жауап береді. Сөзіңіз орынды. Тәрбие институты бала тәрбиесінде ата-аналарға көмек беретін құралдар дайындаумен де айналысады. 20 ғасыр мен 21 ғасырдың ата-аналары және балалары да бірдей емес. Қазіргі ата-аналарға біз көмектесуіміз керек. Ата-аналар институтын қалыптастыруымыз керек. Тек педагогтарды емес, бүкіл қоғамды оқытуымыз керек, дайындауымыз керек. Осылай деп Ғани мырза айта отырып, мұғалімдердің, ата-аналардың бала тәрбиесінде, жалпы қоғамды тәрбиелеуде алатын орны, маңызы туралы бірталай дүниенің басын ашып көрсетеді. Сұхбат соңында Ғани Бектайұлы мынадай сара сөз ұсынады. Біздің қастерлейтін 4 Конфуций іспеттес ғұламаларымыз бар. Біріншісі Әл-Фараби, ол ғылым білімнің діңгегі. Екінші Жүсіп Баласағұни, тәрбиенің діңгегі. Үшінші Қожа Ахмет Яссауи, діннің діңгегі. Төртінші Махмұд Қашқари, тарихтың діңгегі. Осындай өзіміздің ғұламаларымызды басшылыққа ала отырып, білім жүйесін қалыптастыратын болсақ, біз әлем бойынша қазақтың білім беру жүйесін брендке айналдырар едік. Мысалы, Стивен Ковидің табысты адамның 7 қыры деген еңбегінде айтылатын сөзді одан 90 жыл бұрын Мағжан Жұмабаев атамыз айтып кеткен. Біз осы өз қайнар көз данышпандарымызды дінге кетіп алып, әлемдік жаңалықтарды солардың айналасына топтастыра білсек, қазақ елі әлемдегі ең өркениетті мемлекетке айналар еді деп сөзін қорытындылайды.